Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Арай. Сіздермен осындай өте әдемі моншақтан жасалатын майлық салғыш жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге осындай моншақтар және де жилка қажет болады. Ең алдымен менің арнама тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Рақмет. Бұл майлық салғыштың сіздің дастарханыңыздың көркін ашатынына сенімдімін. Сондықтан да сіздер өз қолыңызбен осындай майлық салғыш жасап көріңіз. Ең алдымен жилкамызды көп мөлшерде алып алғанымыз дұрыс. Содан кейін жилкамызды екі бөлікке бөліп, оның бірінші бөлігіне 2 моншақтан, екінші бөлігіне дәл сол 2 моншақтан салып алатын боламыз. Содан кейін бір моншағымыздың арасынан екінші жилкамызды осылай өткізетін боламыз. Міне, сонда бізде осындай ломбик шығуы қажет. Дәл солай екінші жилкамызды солай қайталап жасайтын боламыз. Мінекей, дәл осылай. Майлық салғышымызды дәл осылай жасайтын боламыз. Мінекей, біздің майлық салғышымыздың бастапқы үшбұрышы дайын болды. Енді келесі бөліктер де дәл осылай жасалады. Жилкамыздың бір ұшына 4 моншағымызды тізіп алатын боламыз. Міне, дәл солай ромбик жасап алатын боламыз. Енді жилкамыздың екінші ұшын да дәл солай тізіп алатын боламыз, 4 моншақ.
Мінекей біздің шұбыршымыз дайын болды. Майлық салғышымыздың бір бөлігі дайын. Енді табанын жасап, екінші бөлігін дайындайтын боламыз. Мінекей табаны дайын болды. Енді екінші қабырғасын жасайтын боламыз. Екінші қабырғасын дәл бірінші қабырғаны жасағандай жасайтын боламыз. Мінекей майлық салғышымыз осындай болып шығуы тиіс.
Мінекей майлық салғышымыз дайын болып қалды. Енді жилкамызды майлық салғыштың шетіндегі моншақтардың арасынан қаттырақ ұстап тұру үшін кіргізіп шығатын боламыз. Мінекей енді осы артық жилкамызды алып, моншақтардың арасына кіргізіп жеріп, артық жерін қиып тастайтын боламыз. Мінекей біздің майлық салғышымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Егер видео ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Рақмет, сіздермен бірге болған Арай. Сау болыңыздар. Келесі жүздескенше.